Ұлттық банк тегін ақша таратып жатыр екен. Мына жарнаманы көрген шығарсыз? Проводим бесплатную консультацию и разрабатываем стратегию возврата. Байқаңыз, бұл жасанды интеллектіні қолданатын алаяқтардың ойлап тапқан жаңа әдісі. Бұл жағдайдан қалай қорғанамыз? Зерттеу жасап көрейік. Әлеуметтік желілерде дәл осылай жасалған жалған видеолар көбейіп кетті. Бұл дипфейк технологиясы. Ол адамның түрін, даусын, тіпті мимикасын шынайы етіп көрсетеді. Олардың сөзіне сенсеңіз, алаяқтық құрбаны болған жандарға Ұлттық банк ақша береді екенміз. Бұл роликтер YouTube, Instagram, TikTokта жарнама арқылы тарап жатыр. Ұлттық банктың айтуынша олар азаматтарға бейне, аудио қоңырау шалмайды, шотты басқармайды және ешқандай жерге ақша салуды ұсынбайды. Мұндай алаяқтық құрбаны болғыңыз келмесе, видеодағы адамның мимикасындағы жасандылық пен бұрмалауларына назар аударуыңыз керек. Дереккөздерді тексеріп, тек ресми ақпараттарға сеніңіз. Жерде жатқан ақша жоқ, сондықтан дипфейкке алданбаңыз және бұл видеоны таныстарыңызға жіберіңіз. Олар да сақ болсын.